Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз адренергиялық заттарды талқылайтын боламыз. Адренергиялық заттар жалпы симпатикаға әсер ететін заттар. Менің инстаграмыма тіркеліп қойыңыздар. Мен инстаграмда құнды ақпараттар айтып жатырмын. Енді адренергиялық заттар симпатикаға жиі әсер ететін заттар. Симпатика адреноцептор арқылы жұмыс жасайды. Норадреналин бесетеп арқылы өндіріледі. Бірінші тиразин натрий арқылы нейрондарға кіреді. Тиразин L-допаға айналады. Одан әрі допаминге айналады. Допамин везикулаға өтіп норадреналинге айналады. Осындай негізі қысқа жол. Әйтпесе бұл кітапта 10-15 бет қылып жазып тастайды. Мен бүгін маңызды білімдерді беретін боламын. Мына формулалары осы жаңағы қысқа жолдың: тиразин, дофа, одан кейін дофамин, норадреналин, адреналин. Мына жерде фермент формуланы біліп керек емес негізінен. Жалпы мәнін түсінсеңіздер болды. Ненің не екенін түсінсеңіздер болғаны. Енді біз бүгін адренергиялық синапсты алайық. Міне. Адренергиялық синапс дегеніміз осы пресинапстық аймақтан, постсинапстық аймақтан, жалпы нейронның құрылысы тура осындай, бірақ енді парасимпатикадан бөлек енді бұл жолы басқа заттар қатысады екен. Тиразин, жаңа айтқандай, натрий арқылы бізге нейронның ішіне кіреді. Пресинапстық аймаққа кіріп алады. Енді бізде импульс өте жылдам жүреді ғой. Натрий арқылы импульс өтіп отырады осылай. И калий сыртқа шығып, мына жақта нейронның сыртын теріс жаққа жасап болады. Теріс аймаққа, яғни теріс, қалай айтсам болады, теріске ауыстырады. Одан кейін теріс таңбаға, одан кейін тиразин кіріп алды, дофа, дофамин, яғни бұл жерде ферменттер қатысады. Ол маңызды емес, норадреналинге айналады. Енді норадреналин күлгін түспен осы везикуланың ішіне кіреді, деполанады, жинақталып тұрады. Енді норадреналиннің қызметі мына жақта келетқан импульсті бізге мына постсинапстық аймаққа өткізіп жіберу керек. Осылай. Енді мына жерге норадреналин бізде везикуланың ішінде жиналып тұр. Осылай. Енді мына жақтан импульс келе жатқан кезде автоматты түрде сырттан кальций кіреді. Кальций, яғни кальций ол цитоплазманың ішінде орналасады. Жаңағы нейронның ішінде тоже цитоплазма бар. Соның ішінен кальций шығады. Кальций осылай жаңағы везикуланы жарып жібереді. Везикула жарып жібергеннен кейін экзоцитоз, яғни мына жерде көп жақтан аз жаққа деген заңмен норадреналин синапстық саңылауға өтіп алады екен. Синапстық саңылауға өтеді. Енді осы кезде ол мынандай рецепторларға әсер етеді. Альфа-1, бета-1, бета-2 деген. Бета-3-ке де әсер етеді. Бета-3-ті біліп керек емес, оның медицинада маңызы жоқ. Альфа-1, бета-1-ге әсер етіп, бета-2-ге әсер етіп, енді ол бір ағзаларға, бездерге әсер етіп, бір эффект пайда болады. Түсіндіңіздер ғой, осылай. Енді оның қай аймақта орналасатынын, қандай ағзада орналасатынын қазір талдаймыз. Осылай, яғни мына жерде қалай әсер ететінін түсінсеңіздер болды. Норадреналин осылай әсер етеді. И одан кейін бір эффект пайда болады. Одан кейін норадреналин бізде өзінің қызметін жасап біткеннен кейін КМТ деген фермент бар. Осы фермент арқылы метаболиттерге ыдырап кетеді, қанға шығып кетеді. И одан кейін екінші не бар? Ол ыдырап кеткеннен кейін КМТ-мен кішкене тағы қалады норадреналин. Норадреналин уже пресинапстық аймаққа қайтадан кіріп кетеді. Кіргеннен кейін ол уже везикулаға қайтадан жинақталады, немесе МАО деген ферментпен ыдырайды. Осындай уже екі ферментті мәні жоғары. Енді ары қарай талдайық. Мына жерде альфа-2, бета-2 деген. Енді альфа-1 ол енді көбіне ағзаларда, шеткері ағзаларда, тамырларда орналасса, енді альфа-2 тоже орналасады. Жаңа тамырларда. Енді альфа-2-ні тағы орналасатын жер бар, ол нейрондарда орналасады екен. Пресинапстық аймақта орналасып, осылай әсер етеді. Яғни альфа-2 мен бета-2 осы екі жерде орналасып қалады. Одан кейін, егер мына жерде норадреналин бізде өте көп болып кеткен кезде, мына альфа-2 адренорецепторға әсер етіп, мына жақта уже норадреналиннің яғни норадреналиннің шығуын, әсер етуін тежеп тастайды мына жерден. Мына жерден тежеп тастайды. Өйткені норадреналин мына жерде көп. И осылай симпатиканы баса аламыз. Яғни біз давлениені түсіргенде, яғни біздің ағзамыз дәрісіз давлениені осылай реттейді екен. Көрдіңіздер ғой, қатты ашуланғаннан кейін біз қайтадан басыламыз ғой. Осы кезде альфа-2-ге әсер етеді. И норадреналин өзі көп бөлініп шықты ғой. Енді альфа-2-ге әсер етіп, мына жақтан қайтадан не істейді?
давлениені түсіріп береді екен, осылай әсер етеді. Егер норадреналин көбейсе, енді норадреналин азайса қалай болады? Ол бета-2-ге әсер етеді. Бета-2 мына жерде әсер етеді да, мына жерден уже тиразин, дофа, дофамин, норадреналин түзілуін күшейтеді. Осылай уже симпатиканы күшейтіп бере алады екен. Осылай реттеледі орталық жүйке жүйесі бойынша. Енді ары қарай талдайық. Енді тиразин кірді. Міне натрий мына жақтан импульсті алып келе жатыр. Алып келе жатқан автоматты түрде кальций кіреді. Енді тиразин норадреналинге айналды. Қысқа айтып жатыр мына жерде уже. Норадреналин уже кальцинон жарып жіберді, экзоцитоз болды да, уже норадреналин синаптикалық саңылауға шықты. Синапсис саңылауға альфа-1, бета-1, бета-2-ге әсер етеді. Альфа-1 көбіне бізде шеткері тамырларда орналасады, артерияларда орналасады. Енді альфа-1-ге әсер еткен кезде ең бірінші норадреналин енді не істейді? Бізде давлениені көтереді. Қалай? Өйткені тамырды қысып жібереді, вазоконстрикция жасайды. Екінші бета-1, ол жүректе орналасады. Көбіне жүректе орналасқан кезде ол ЧСС бәрін, жүректің автоматизмін, одан кейін жүректің жиырылу қабілетін бәрін күшейтеді. Осылай бета-1 жүректе орналасады екен. Бета-2 енді ол бізде неде орналасады? Бронхта, өкпеде орналасады. Осылай бізде уже бронходилатация жасайды. Қалай екен? Қазір жеке-жеке талдаймыз. Міне, ең бірінші норадреналин шықты. Енді норадреналин шыққаннан кейін альфа-1 адреналин рецепторына әсер етті. Осылай әсер еткен кезде натрий мына жақтан кіреді да, МПД жасайды. Яғни МПД дегеніміз жаңа импульстің түзілуі. Міне ВПСП. Ол дегеніміз міне возбуждение пост жаңағы қалай айтады? Яғни қазақшасын айта салайын қазір. Яғни постсинаптикалық аймақтың қозуы. Көрдіңіздер ғой, қозат, возбуждение, В деген возбуждение деген мағынаны білдіреді. Осылай қозат, одан кейін міне МПД новый импульс жасайды, әсер етті. Енді тамырларда орналасады ғой бұл. Тамырларда орналасады да, қан тамырын вазоконстрикциялап, қан қысымын көтереді екен. Осылай уже альфа-1. Жаттап альфа-1 түгел шеткері артерияларда орналасады екен. Енді бізде екінші бета-1 бар. Бета-1 ол жүректе орналасады. Міне тура сондай натрий кіреді. Яғни мына натрийда жаттап норадреналин мына жақтан кіріп келе жатыр ғой, мына жақтан импульс келе жатыр, норадреналин бұны мына жаққа өткізіп жіберу керек. Натриймен қосып тұрып өткізіп жібереді. Уже кіреді мына жақтан, сосын жүрек соғу жиілігін арттырады. Бета-1 ЧСС, жүректің автоматизмі бәрі артады екен. Осылай жүрек, яғни жүрек қанды қатты айдайды. Бұл не үшін керек? Яғни симпатиканың бүкіл қызметі үшін керек. Жаңағы итті көрген кезде біз қашып кету үшін давление керек қой. Сол кезде қан қатты не істеу керек. Одан кейін бронходилатация болып біз оттегін өте көп жұтуымыз керек, көп энергия керек болады. Осы механизмдердің бәрін симпатика норадреналин қосып береді екен. Енді бізде бронходилатация қалай болады деген сұрақ болады. Міне, ең бірінші міне әсер етті бета-2-ге. Бета-2 бізде бронхта орналасады, бронхтарда. Жаттап. Енді бұл жерде натрий кірмейді. Ана екеуіне қарағанда бұл калий сыртқа шығады. Енді осы кезде ТПСП болады, торможение болады. Яғни гиперполяризация. Бұл жерде вообще импульс өндірілмейді. Сол кезде уже бета-2 вообще импульс жоқ. Импульс жоқ болса не болады? Бұл жерде уже бронходилатация болып кетеді. Бронхтар жаңа парасимпатиканың әсерін тонуста тұр ғой. Бұл жер симпатика күшейсе, бұл жолы уже бронхтар тонус кетіп қалады. Бронходилатация болады, бронхоконстрикция кетеді. Яғни біз оттегін көп жұтамыз осы симпатиканың, яғни осы қызметі бета-2 адреномиметиктердің арқасында. Түсінікті ғой, яғни осы бета-2 адреналин рецепторлардың арқасында, кешірім сұраймын. Осылай әсер етеді екен. Міне, жаттап. Міне, альфа-1 давление көтереді. Қысқа айтқанда, міне, вазоконстрикция тамырларда орналасады. Одан кейін бізде жүрек, бета-1 жүректе орналасады, альфа-1 тамырларда орналасады. Бета-2 бізде неде орналасады? Бізде ол бронхтарда орналасады екен. Осылай әсер етеді. Одан бета-3 бар, ол майларда орналасады. Одан кейін ол күшейсе бізде май жағылады. Яғни арықтаймыз. Бірақ ол медицинада осы препараттарда онша мәні жоқ. Енді адреномиметиктердің классификациясы қандай? Классификациясы мынандай.
селективті емес адреnomиметиктер. Миметиктер деген сөз ол күшейтетін заттар. Адреналиногидрохлориді, норадреналиногидроартрат, допамин, изопреналин деген препараттар. Альфа-адреnomиметиктер фенилефрин, оксиметазолин, клонидин, метилдопа, нафазолин, кислометазолин. Бета-адреnomиметиктер добутамин, сальбутамол, фенотерол, тербуталин. Енді бір препараттан талдап шығайық. Адреналин гидрохлориді. Адреналинді науқасқа берген кезде не болады бізде? Қан қысымы көтереді, жүректің таландырады. В миметик болып бронхты ашып дилатация алады. Яғни селективті емес деген сөз, бұл бүкіл адренорецепторларға әсер етіп жібереді. Осы кезде бізде бәріне әсер еткен кезде уже жүрек соғу жиілігі артады. Жүрек соғу жиілігі артады. Өйткені бета 1 адренорецепторларды біз әсер етіп жібердік. Одан кейін бронходилатация болады. Өйткені біз бета 2-ге де әсер ете алады. Одан кейін альфа 1 давлениені көтереді, ОПСС артады. Сол кезде уже альфа 1-ге де әсер етеді. Осылай міне. Қай кезде қолданамыз? Анафилактикалық шок кезінде қолданамыз. Анафилактикалық шок дегеніміз аллергияның әсерінен коллапс болып науқастың құлауы. Сол кезде бере аламыз. Сосын қатты ожогтар кезінде бере аламыз. В общем, бүкіл жаңағы шок кезінде береміз ғой. Давление төмен низкий болып тұрғанда адреналин өте мощный әсер ететін екен. Енді бізде ең нафазолин деген препарат, ол альфа-адреnomиметиктер, яғни альфа 2-ге әсер етеді көбіне. Альфа 2 бізде көбіне жаңағы кішкентай капиллярларда орналасады. Кішкентай тамырларда. Сол кезде нафазолин жаңағы мұрынға местный әсер етеді ғой. Жаңағы, например, аллергия болып жатқан кезде мұрын делік болады, соны бізде нафазолин арқылы мұрнымызды ашып алады екенбіз. Ода тоже альфа-адреnomиметиктерге жатады екен. Енді добутамин бета 1-ге әсер етеді. Бета 1-ге әсер етіп, ол бізде жүрек соғу жиілігін арттырады екен. Енді сальбутамолға тоқталайық. Сальбутамол ол міне бета 2 адреnomиметиктерге әсер етеді. Адренорецепторларға әсер етеді. Солай бронходилатация жасайды. Мына процесті өте тез жасайды. Калий сыртқа шығарып, гиперполяризация болып, и торможение болады. Торможение постсинаптический потенциал. Яғни вообще постсинапстық аймақта не болады? Импульс өндірілмей бронходилатация болады екен. Түсінікті ғой, осылай бүгін адреnomиметиктердің бірінші бөлімі аяқталды. Келесі бөлімді күтіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.